Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әбек KZ. Бүгін біздерде ең қиын логикалық сұрақтар болады. Ал ендеше сол логикалық сұрақтарға дайын болыңыздар. Кеттік достар. Кезекші полиция қызметкерлері кешкі сағат 9-да Антонға қоңырау шалып, оның досы Михаилдің өз бөлмесінде өлік табылғанын айтты. Оқиға орнына полиция қызметкерлері оқиға орнына барып, кешкі сағат 9:30-да полиция қызметкерлері Антоннан олардың бәрін білетінін сұрады. Антон полицияға былай деп жауап берді: сағат 20-да Аюдың үйіне бардым, қасіретін түсірген фильмді бірге көрдік. Содан кейін Миха шаршап ұйықтап кетті. Мен онымен бірге сөйлесіп, теледидардан басқа шоу бағдарламаларды көрдім. Ол ұйықтап жатқанда оның кошмары болды. Түсінде ол бөтен біреу келіп оны өлтірді. База шоу бағдарламалар көрдім. Ол жарқырап жүрді. Бұл туралы барлық махаббаттар мен түнде Мишканы оятуға тырыстым. Оны қолынан алдым. Сол кезде ол жүрекке шабуылдап қайтыс болды. Мен ештеңе жасай алмадым. Міне, сіз Майкл қайғыдан қайтыс болды дейсіз бе? Иә, мен оның жақын досы, сондықтан оның тауға біткен жүрек ауруы бар екенін білемін. Сонымен қатар ол оңай сілкіндірді. Осыдан кейін полиция Антонды досын өлтіргені үшін тұтқындады. Михаилді өлтіруге кінәлі Антон болғанын полиция қалай анықтады? Қажет болса жағдайды қайталай аласыз. Жауап: Антонның тарихында өте қызықты сәт бар. Ол Михаилдің арманы туралы айтқан. Бірақ ол ұйықтап жатқанда Майкл қайтыс болды. Антон бұл жағдайды Майкл қалай көргенін біледі. Орманда орналасқан үйде кісі өлімі орын алды. Ажырасудан кейін полиция қызметкерлері Тихомиров мырзаның 7-ден 7:30-ға дейін қайтыс болғанын хабарлады. Полиция қызметкерлері Тихомировтың әйелі, аспазшы және бағбан болған отбасыларына сұрақ қоюға шақырды. Полиция қызметкерлері олардың өлтіру кезінде не істегендері туралы сұрады. Әйелі: қор есебін оқимын. Аспазшы: мен кешкі ас дайындадым. Бағбан: орманда саңырауқұлақтарды жинап алдым. Олардың мәлімдемелерін тыңдағаннан кейін полиция қызметкерлері дереу қылмыскерді ұстады. Қажет болса жағдайды қайталай аласыз. Жауабы: бұл бағбан сағат 7-ден 7:30-ға дейін өлтірілді. Ал қазір орманда қараңғы болып келеді. Саңырауқұлақтар қараңғыда қалай жиналуы мүмкін? Сіздің таңдауыңыз қандай? Түсініктемелерді комментарийге жазыңыз. Леша мен Маша жұбайлары өз өмірлерінен шаршап, 3-ші қабаттан секіруге келісіп, кері санауды бастады. Және Леша 3-ке дейін санады. Бірақ Маша секірмеді. Ол шатырда қалды. Және Лешаның құлдырауын көрді. 7 секундтан кейін Лешадан парашюттың қалай ашылғанын көрді. Комментарийге жазыңыздар.
Леша Машаға опасыздық жасайды. Маша өзін-өзі сақтаудың амалын ойлап секіре алмайды. Леша тірі қалуды және Машаға сатқындық жасағанын айтады. Достар, видеоны лайк басамыз және де менің арныма жазыламыз. Сіздермен болған Абик KZ, қош сау болайық.